Весь день льет дождь, барабанит по стеклам, стекает по крышам, бежит по земле деп 25 август күні жаз бітпей тұрып қуанышқа зоопаркты көрсетейік деп шешіп осылай машинамен жолға шықтық. Біздің зоопарк Өскеменнің үлкен мешіті тұрған жақта орналасқан. Бәйтеректің жанынан өстіп өтеміз. Бұл бәйтерегіміз біздің Иртышский мостқа дейін орналасқан. Осылай Зарида, Зари с тобой деген әнді қосып қойып зоопаркқа бара жатырмыз. Міне біздің үлкен мешіт, соның жанында осындай зоопарк орналасқан. Ішінде неше түрлі нәрселер бар, мүсіндер бар. Міне зоопарктың ең басында осылай бұғылар тұрады. Бұрын зоопарк басқаша орналасқан болатын. Өзгертіп тастапты. Мына жерде як дейді, қодас дейді қазақша, түйелер міне орналасқан. Түйелерді осы жерде біраз қарап тұрдық. Осы жерде мынандай шығатын күшті жер жасап қойыпты, балкон секілді. Содан қарап тұрды, қуанышта қызықтап қарап тұрды. Соны осы жерде фотоға түсіп алайық деп мен өзіме бір селфи чектедім. Соны папа мен қуанышты бір чек еткіздім. Соны маманда бір чек еткізіп осылай түйенің жанында бәріміз фотоға түсіп алдық. Содан кейін міне қабан шошқалар. Бұрын қабан шошқалардың жанында сасып жататын, қазір міне жақсы болып қапты. Әне арқарып тұр, құйрығын бізге көрсетіп, жарайды дедік та біз кетіп қалдық бір қарап. Содан кейін міне қасқырлар жатыр деді. Мына қасқырлар жатқан жер. Осылай лестницамен көтеріліп барып, өстіп қарап тұрмын. Қасқырлар жоқ. Қайда қасқырлар деймін. Папа әне жатыр, екеу жатыр деп қояды. Таба алмай тұрмын, жан-жағыма қарап. Әлі таба алмай тұрмын. Әлі қарап тұрмын. Жоқ, үйбай қайдан қарап тұрсың, көріп тұрсыңдар десем, әне екі қасқыр жатыр екен. Міне өстіп жақындатып тұрып, өстіп түсіріп, қасқырларды көріп мәз болып, соны ары қарай аю жатыр екен ар жақта. Осылай аюды өстіп байланып кеп, міне аю деп жазып қойған. Байланып кеп мына жерден алдарына кеп тұра қалып фотоға түсіріп, видеоға түсіріп, өстіп түсіріп алдым. Әне кішкентай аю, екі аю тұр екен. Жарайды тұрыңдар дедім да, соны ары қарай бардық. Мына жерде бізде қуаныш өстіп, мына клетканы өстіп сығалап, ұстап, бұл жерде бізде бұлғын дейді, собал дейді. Міне тұр бұл, көріне ме көрінбей ме, бұлай міне, әне қозғалып жатыр. Әне қуаныштар. Содан кейін осы жерде попугайларды қуаныш жақсы қызықтап қарады. Бұлар чик-чик деген дыбыс шығарып тұрды. Еще өздері цветной болған соң ұнады деген ойдамын. Соң мына құстар өздерінің құйрықтарын ашпай қойды. Ашады екен, қашан ашады екен, ашындар дедік, ашпады. Өстіп ары қарап, бері қарап, біраз тұрды, үміттеніп, мына құйрығын ашатын шығар деп, жоқ ашпады. Содан кейін анау жақта қояндар отыр екен. Ары қарай міне үлкен аюлар бар. Бұларды да өстіп қарадық жанынан. Анау аю тұрып апты, соның алдынан түсірейін деп, мен өстіп кеп түсіріп алдым. Солай өстіп түсірдім, барлығы өстіп алдынан кеп түсіріп жатыр екен. Біз кімнен кембіз деп мен де түсіріп алдым. Содан кейін өстіп мына жерде бір тасбақалар жатыр екен. Анау тасбақа өзінің шөбінде өзімен өзі жатыр. Анау ары қарап жатып алған. Қозғалмады, өстіп жарайды деп осы жерден қарап, қуаныш бұларды көрді ме, көрмеді ме, бізде ұқпадық, әйтіп кеттік. Содан кейін қарнымыз ашып, ыстық кукуруз жедік, аспан ашылды, небо в твоих глазах деген өстіп ән қойып, өстіп аспанға қарап тұрдық. Жақсы ашылып қапты аспан. Содан кейін біраз жүрдік паркте. Не қуанышымыз тақырбас болып қалған ол кезде. Үстіп машинасын бум-бум деп машинасын алып, үстіп самолеттар, вертолет бар, соның жанында үстіп жүрдік біраз.
Содан кейін Қуаныш мына жерде жүрмей атасына көтер деп атасына шығып алды. Атасы ғой оны көтерді, жарайды деп көтеріп алды бұл ерке баланы. Осылай самолеттар мына жерде жүрдік. Осы жерде біраз қыдырып, ойнап, Қуаныш жүгірсін деп, шаршасын деп, сөйтіп міне самолеттарды көрсетіп қояйын дедім. Міне мынандай бар. Содан кейін сөйтіп бүйтіп үйге қайттық. Шаршап ұйықтадық. Қайырлы түн деп.